Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге мен Бекжан Керапрем. Механизмдердің 15-ші бөліміне қош келіңіздер. Бүгін бізде осындай 3x3 блокты есік блок слизиден жасалған. Ең алдымен біз механизмімізді көрсетеміз, содан кейін механизмімізді жасаймыз. Достар, дайын болсаңыздар кеттік біз. Міне қараңыздар, бұл механизм осындай ашылады, осылай. Ішіне кіріп өзіңіздің ең керек заттарыңызды қоясыздар. Міне кіресіздер, сосын рычагпен жаба басасыздар. Міне. Сосын бұл сырттан ашылмайды. Іштен жоп қойсаңыз сырттан ашылмайды. Қараңыздар, міне. Басамыз, ашылмайды. Себебі бұл іштен құлыпталды. Бұл неге керек достар? Себебі сіз грейферлерден қашасыз, немесе мобтардан, солардан қашу үшін. Ал біз механизмімізді бастаймыз достар. Міне. Кеттік. Міне, бізге керек заттар: рычаг, липкий поршень, блок слизи, повторитель, красный камень. Рычагты 2 рет қойдым достар. Оны лақтырып тастаймыз, керегіміз. Факел красный, обсидиан, любой блок. Кеттік достар. Міне достар, біздің механизміміз дайын. Егер видео ұнаса, лайк басып каналға тіркелеміз. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода жүздескенше достар.